Haşr сүресі. Рахман. Әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Аспан әлемі мен жердегі жаратылыс біткеннің бәрі сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың деп Алланы ұлықтайды. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әр ісімен әр үкімі көптеген хикметтерге негізделген теңдессіз даналық иесі. Ол сондай құдіреті күшті Алла, кітап иелерінен көпірлікте қасарысқандарды осы дүниеде жазалау һәм ислам орталығынан аластап, қуғын сүргінге ұшырату үшін бірін қалдырмай бір араға жинап, мықтап бекініп алған мекендерінен шығарды. Сендер оларды оңайлықпен шыға қоймас деп ойлаған едіңдер. Олар да бекінген қорғандары өздерін Алланың қаһарынан қорғайды деген ойда болды. Алайда Алла оларға күтпеген жерден келіп жүректеріне үрей салды. Олардың зәре-құты қашқаны соншалық тіпті үй-жайларын өз қолдарымен қирата бастады. Және мүміндердің қиратқанына да ләм-мим дей алмай құр қарады да тұрды. Уа ақыл иелері, бұдан ғибрат алыңдар. Егер Алла олардың талайына жаппай қуғын сүргінге ұшырауды жазбағанда, онда оларды бұл дүниеде қатты жеңіліске ұшыратып дүние мүліктерін олжа қылу сияқты одан да ауыр жазаға ұшыратар еді. Ал ақиретте олар үшін жаһаннам азабы бар. Өйткені олар Аллаға және елшісіне қарсы келді. Кім-дегім Аллаға және елшісіне қарсы келетін болса, біліп қойыңдар, шүбәсіз Алланың жазасы тым қатты. Уа мүміндер, соғыс жағдайында мәжбүрлікпен жауға тиесілі қандай да бір құрма ағашын кескен болсаңдар да, яки кеспей-ақ өсіп тұрған күйінде қалдырсаңдар да, мұның бәрі Алланың рұқсатымен әрі тура жолдан тайған күнәһарларды жазалау үшін еді. Ал Алланың олардан соғыссыз-ақ алып, Расулына нәсіп еткен олжаға келсек, сендер сол олжа үшін ат та, түйе де терлеткен жоқсыңдар. Алайда Алла елшісіне қалағанын соғыссыз-ақ бағындырады. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Соғыссыз-ақ алынған елді мекендердің халқына тиесілі дүние мүліктен Алла елшісіне нәсіп еткен олжалары Аллаға, елшісіне, пайғамбардың туған туыстарына, жетімдерге, кедейлерге әрі еліне жете алмай жолда қалған ғаріптерге тән. Бұл аталмыш дүние мүлік араларындағы байлардың арасында ғана айналымда болатын дәулетке айналмау үшін берілген үкім. Сол олжадан пайғамбар сендерге не берсе соны алып, соған риза болыңдар. Сондай-ақ діни үкім ретінде пайғамбар өздеріңе не жеткізсе, соны шын көңілден қабыл алыңдар. Және не нәрседен тыйса содан тыйылыңдар. Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер, әрі оған қарсы келуден сақтаныңдар. Шүбәсіз Алланың жазасы тым ауыр. Сондай-ақ бұл олжа Алла жолында атамекенінен қуылып бар дүниелерінен айрылған кедей мұхажирлерге тән. Олар Алланың шарапаты мен разылығын ғана қалайды. Және Алланың дініне әрі елшісіне жан тәндерімен қолдау көрсетеді. Иманда және дін жолындағы қызметте шынайы болған шыншылдар міне солар. Олардан бұрын Мәдинаны мекен етіп, иман құшағына оранғандарға келсек, олар өздеріне Алла жолында қоныс аударып келген мұхажирлерді шын жүректен жақсы көреді. Және оларға берілген олжаны немесе басқа да дүниені іштей қызғанбайды һәм қажетсінбейді. Тіпті өздері мұқтаж бола тұра, оларды өздерінен артық көреді. Әрине, ансарлардың да олжадан алатын өз үлесі бар. Кім-дегім нәпсісінің сараңдығымен, ашкөздігінен сақтан алса, мәңгілік азаптан құтылып мақсат мұратына жеткен бақытты жандар міне солар. Сол мұхажирлер мен ансарлардан кейін келген һәм солардың ізін қуған мүміндер болса, Аллаға: «Уа Раббымыз, бізді және бізден бұрын иман келтірген бауырларымызды кешіре көр. Жүрегімізде иман келтірген жандарға деген жек көрушілік, өшпенділік сынды жаман сезімнің оянуына жол бере көрме. Уа Раббымыз,
Шүбәсіз сен өте мейірбансың. Әсіресе мүмін құлдарыңа сондай жанашыр һәм ерекше мейірімдісің деп дұға етеді. Екі жүзділік танытқандарды көрмейсің бе? Олар кітап иелерінен өздері сияқты күпірлік қылған бауырларына Алла атымен ант етейік. Егер сендер Мәдинадан қуылатын болсаңдар, онда біз де сендермен бірге кетеміз. Сендерге қарсы тұру, зиян келтіру мәселесінде әсте ешкімге бағынбаймыз. Егер сендерге соғыс ашыла қалса, онда сөзсіз сендерге болсамыз деп айтады. Алайда, Алла куә, олар барып тұрған кәззаптар. Өйткені, егер жебірейлер Мәдинадан қуылатын болса, бұл мұнафықтар олармен бірге кетпейді. Сондай-ақ оларға соғыс ашылса, қол ұшын бермейді. Қол ұшын берген күннің өзінде мүміндерге төтеп бере алмай, жондарын беріп тұра қашады. Кейін өздері де опасыздықтар үшін қатаң жазаға ұшырайды. Сонда оларға да ешқандай көмек көрсетілмейді. Анығында олар іштей Алладан гөрі мына сендерден қатты қорқады. Иә, солай. Өйткені олар ақиқатты мүлдем түсінбейтін тобыр. Олар бекінісі берік шаһарларға немесе тас қамалдардың ішіне мықтап бекініп алмайынша, сендерге қарсы тізе қосып ашық соғыспайды. Олардың сендерге қарсы бірлігі мықты болғанымен араларындағы алауыздық пен ұрыс қақтығыстары тым қатты. Оларды сырттай қарағанда жұдырықтай жұмылған ынтымақты қауым деп ойлайсың. Әйтсе де, жүректері, көңілдері бытыраңқы. Иә, солай. Өйткені олар ақылға салып ойланбайтын тобыр. Жебірей тайпасы, Надыр ұлдарының жағдайы өздерінен аз ғана уақыт бұрын өз қолдарымен істеген күнәләрінің сазайын тартқан, һәм ақиретте де жан төзгісіз азапқа душар болатын мүшриктер мен мүміндерге опасыздық жасаған жебірей тайпасы, Қайнуқа ұлдарының жағдайы сияқты. Жебірейлерді соғысқа итермелеген мұнафықтардың мысалы тура шайтанға ұқсайды. Шайтан алдымен адам баласын күпірлік қыл деп азғырады. Ол шайтанның сөзіне еріп күпірлік қылғанда, шайтан оған: мен сенен аулақпын. Менің саған мүлдем қатысым жоқ, өйткені мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын деп ат-тонын ала қашады. Ақырында екеуі де тозаққа кіріп, ішінде мәңгі бақи қалатын болады. Өзіне де, өзгеге де қиянат жасаған залымдардың жазасы міне осындай. Уа иман келтіргендер, Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер және оған қарсы келіп асы болудан сақтаныңдар. Әркім ертеңгі ақирет үшін не істеп, о дүниеге не жолдағанына көңіл аударсын. Аллаға шын көңілден тағзым етіңдер және оған қарсы келіп асы болудан сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Алланы ұмытқан, Алла да оларға өз-өздерін ұмыттырған бейбақтар секілді болмаңдар, хақ жолдан тайған күнәһарлар, міне солар. Тозақтықтар мен жұмақтықтар әлбетте тең бірдей болмайды. Жұмақтықтар нағыз жетістікке, зор табысқа жететіндер. Егер біз осынау қасиетті де, айбатты Құранды тауға түсіргенімізде, оның алыптығына қарамастан Аллаға деген ерекше құрметі мен қорқынышынан бас иіп, күл паршасы шыққанын көрер едің. Біз адамдар үшін жүйелі түрде ойланып ғибрат алсын деп, осындай мысалдар келтірудеміз. Ол өзінен басқа тәңір болмаған жалғыз Алла. Ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін болмаған тылсым әлемді де, сезілетін жария әлемді де толық білуші. Ол Рахман, күллі жаратылысқа рахымды, Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Ол өзінен басқа тәңірі болмаған жалғыз Алла, Мәлик, шексіз билік иесі, Құддус, өзі қандай мінсіз әрі пәк болса, күллі ғаламды да әрдайым таза ұстаушы. Сәлем, есендік пен тыныштық кепілі. Мумин, күмән мен үрейден арылтып, жүректерге иман нұрын ұялатушы. Мұхаймин,
күллі жаратылысты бақылауында ұстаушы һәм қорғаушы. Азиз, ұлылық пен үстемдік иесі, жәббар, күллі болмысты, өзіне бой сұндырушы, зұлымдықты жойып әділдікті орнатушы. Мүтәкәббир, ұлылығын паш етуге толық құқылы болған, теңдесі жоқ ұлылық иесі. Алла олардың, мүшриктердің, өзіне серік етіп қосқандарынан және серік қосуынан мүлдем аулақ. Алла Халиқ, бәрін жоқтан жаратқан, жалғыз жаратушы. Бәри, жаратуда ешкіммен ортақтаста, серіктесте болмайтын мінсіз жаратушы. Мусауир, әр жаратылысқа өзіне сай, әрі жарасымды кескін келбет беріп бейнелеуші. Ең көркем есімдер бір өзіне ғана тән. Күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрі оған сен мінсізсің. Бар мадақ пен шексіз шүкіршілік һәм ең көркем есімдер мен теңдессіз сипаттар бір өзіңе ғана тән деп үнемі мадақ жаудырады. Ол азиз, ұлылық пен үстемдік иесі, хаким, әр үкімі мен әр ісінде көптеген хикметтер болған асқан даналық иесі.